шашу ән жырдан. Тойла ағайын, таңды қосып таңдарға, мұндай той болғанда қуанбайтын жан бар ма? Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Бүгін тамаша бақыттан атқандай, менің шаттығымды тойлап жатқандай. Қане бауырлар, биле-биле басалға, тойдың сәні болған қыз жігіттер қашанда. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Шашу ән жырдан. Тойла ағайын, таңды қосып таңдарға, мұндай той болғанда қуанбайтын жан бар ма? Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген. Ой деген ай ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл думанды өлеңменен әнменен. Ассалаумағалейкум. Сайын дала сарыарқа төсін дүбірлеткен үлкен қуанышты кешке жиналған ардақты ағайын, той құтты болсын дейміз. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Ассалаумағалейкум деп ауыз толтырып амандастық. Ал ендеше құрметті тойға жиналған көпшілік, бүгін міне сырдың суы тобығынан келмей өскен ағаларымыздың сол сыр елінен келіп, сайын дала сарыарқа төсінде бала-шағасының осындай үлкен қуанышын тойлауға жеткен ауылдан келген ағайын, армысыздар деп тағы да сіздерге ассалаумағалейкум айтамыз. Аман болыңыздар. Бүгін әлемнің бір баласы төрт қаралардың отанында үлкен қуанышты той. Бұл отанмен алыс берісіміз бар, бұл отанмен барыс келісіміз бар. Бүгін міне екі рулы елді жақындастырған қыз әуле болса, алдарыңыздағы тамақтың дәмін келтірген тұз әуле деп кең дастарханның төрінде бас қосып жатырмыз. Әңгімені көпке созбайық, тойдың куәгерлерін, иелерін ортаға шақырайық. Орнымыздан тұрып қарсы алайық. Осындай бақыт сіздерге де бұйырсын ардақты ағайын. Қош келдіңіздер деп той иелерін қарсы аламыз. Апаларымыздың шашуы қайда? Міне,
құрметті Қызылорда облысының Қойнауы байлыққа тоны қасиетті Қазалы топырағынан шыққан ардақты ағайын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Төртқара руынан шыққан Тілеген ағамыз бен Дариға анамыздың шаңырағындағы дүниеге келген екінші ұлдың қуанышындасыздар сіздер. Әрине, мүмкін Алланың бұйыртқан сәті осы болған шығар. Алла сабырлы адамды жақсы көреді. Алла сабырлықты қалайды. Бүгін міне сол үлкен сабырлық, үлкен қуаныштың арқасында дүниеге келіп жатқан қос үкілі құлыншақтарыңыз өмірлеріңіздің жалғасы. Бұл кісілер моншақты болса, артынан ерер 10 шақты ұл қыздарыңыз болсын дейміз. Алла берген жағын тыймасын. Алла бергенін алса да, беретінін алмасын деген сөз бар. Ең бастысы, берері көп болсын Алланың сіздерге. Көзге көрінген құлыншақтар бүгін міне өмірге өз қадамдарын басып, кешегі сағынып аңсап күткен сәттерді қуанышпен жалғап жатыр. Ұзағынан болсын дейміз. Алыстан келген ағайын шашу шашқан ақ жаулықтан алар қуаныш сіздерге жұғысты болсын. Бұл той басқа тойдан ерекше ағайын. Шабала құрметтеріңізді аямай жүріңіздер. Ал біз сіздерді өз тұғырларыңызға салтанатты дастарханның төріне жайғасуға шақырамыз. Төрлетіңіздер, жайғасыңыздар. Келген қонақтар дастархан төрінен орын алыңыздар. Той басталды неше ауылда ағайын. Рахмет сіздерге, құрметті тойға жиналған ардақты ағайын, той қуанышы құтты болсын дейміз. Өздеріңізге асабалы қызметті көрсететін ұлдарыңызбен де бір сәт таныс болыңыздар. Осы жерде отырған халықтың біразын жақсы білеміз. Аттарыңызды білмесем де, жүздеріңізді білем, жүздеріңізден жылылықты сезем. Сіздерге бүгін асабалы қызметті атқаратын 6 ата әлімнің баласы, сыр елінің тілегі. Өздеріңізді ұлттың үні Қазақ радиосынан қайырлы таң деп оятатын Қазалының ұлы Мұхаммед Ярашай сіздермен бірге. Қуаныштарыңыз құтты болсын ардақты ағайын. Кімнің баласы деп жатқан шығарсыздар, аспанға таяқ лақтырған Асанның баласы мына ағайын. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Менің тегім Қазақстанда емес, әлемде жалғыз ғана. Рашай деген шалдың немересімін, Соқыр атамның арманы жоқ шығар, атамның атын шығарып жүргеніме. Қанқожа деген кісінің баласымын, Кәукей деген елді мекенде туып өскенмін. Сол жердің құмынауына өскенмін. Көз алдыма шашу болып Қазалының кәмпиті түскен кезде, шынымды айтсам, ауылға дәл қазір жолға шыққым келіп кетті. Сіздерді көріп қуанып тұрмын. Тыныш отыр деген әңгімені айтпаймын, айтқым да келмейді. Бүгін бір ауылдағыдай той өткізейікші. Ауылдағыдай болсыншы барлар. Бәрекелді рахмет. Дәл осы қарқынмен біз той иелерін, Төртқараның үлкен ақсақалдарын, ақ жаулықтан аларын ортаға шақырайық. Дариға анамыз бастаған Клара апамыз бар, Бақытгүл апамыз, Үмітхан апамыз, Нұрлан ағамыз, Шолпан тәтеміз, Гүле, Салтанат тәтелеріміз, Қалжан апа, Шәріп апамыз бен Қаршыға атамыз. Біз сіздерді үлкен құрметпен ортаға шақырамыз. Қош келдіңіздер, той иелері. Şekilde
келдіңіздер. Дәл осындай қуанышты кеште ұл мен қыздың қуанышына келгеннен басқа не мереке бар бізде. Бүгін міне сонау әлем сақтан ұлтымыз тойлаған күн мен түннің теңескен тұсы. Әз Наурызда елордамызға қош келдіңіздер. Әзірге Астана деп сөйлей тұрайық, кейін көре жатармыз не болатын. Баршаларыңызға қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Аллаға немере шөбере шөпшекті сүйіп, ендігі жерде тойға келіп қана шаршаңыз. Бізді сүріндеп көрген бейнеттің ендігі таңда зейнетін көріңіз. Тағы да ассалаумағалейкум дейміз. Сөз тізгін өзіңізде. Құдіретті әнжірелі күйелі, топырағында тектілік бар киелі, басы қара бегарыстан көбекпен, дуалауыз әйтекедей биелі. Ассалаумағалейкум бауырларым. Айналайын, інім, балам, келінім қайтты жаңа. Бақыт мұра, тойларын той қыласын, балдарым бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Мұна тойға келіп ұтқан ағайын жұрт, бауырлар, барын шаңырағында осындай той болсын. Құдайым екі жақтай аман болып, ел халқымыз осындай тойда қауышайық. Құрметті болыңдар, шаңырақтарында ылғи тойда қауышайық жандарым. Бақытты болыңдар, той қыласын. Енді өзім таныстырып кетейін. Менің атым Қаршыға, әкемнің аты Жұмабай, ұруым Шөмекей. Мұна тілеген, кімнің папасы мен ондасының екеуміз құрдаспыз, бірге өскенбіз, бірге. Мұна Партсез деген қазіргі Ақтан Батыр ауылында сол жақтың менде тумасы, мұна Жолымтес ауылының. Ал бірақ кішкентайымыздан бірге өстік, бірге оқыдық. Мұна келіп тұрған барлығы менің жиендерім, апамның балдарына. Құдайым айналайын, барлығында осы тойда қауышайық, бақытты болыңдар. Ағамыз тілеген арнада шынымен де қуанып тұрам. Біздің жақта ер азаматтар сөйлеген кезде аналарымыз тек жанында ғана тұратын. Осы бір әдемі дәстүрді сақтап қалғандарыңыз үшін. Ал енді қайсыңызға берейін, қайсыңызға званияларыңыз үлкен? Сізде, қош келдіңіз. Мына тойға жиналған халықта наурыздарын, 27-ші наурыздарыңыз құтты болсын мейрамдарың. Мына күннің оқамын екі баласы бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, әдеге өсіп өнсін, көгерсін, көктесін, өз қатарының алды болсын балдары. Тойлары тойға ұласа берсін, бар жақсылық бір Алладан болсын, Алла қабыл етсін. Наурыз мерекелері құтты болсын. Ауызың түскенің болсын, дендерің сау болсын. Бүгінгі екі балам сау көсеміз деп атып, сау құтты болсын, әр қадамы той болсын. Бұла келіп отқан ағай туғанның отының басында осындай тойға жинала берейік. Соның қуасы болып жүре берейік. Айналайын, той құтты болсын. Балаларың құтты болсын. Салған үйің құтты болсын. Мұна келіп атқан халықаралық мейрамымыз наурыз құтты болсын. Ағай туысқан жиналған той құтты болсын. Өмірлерің ұзақ, пендерің сау болсын. Қуаныштарың таусылмасын. Әркелді Алла амандығын берсін. Ойдан қырдан жиналып атқан ағайын туыс, жекжат, бәрілеріне осы той құтты болсын, жұғысты болсын дейміз. Оғын біздің басында мереке болсын дейміз. Мына көптен күткен ұлы той құтты болсын тағы. Біріншіде білетіндер бар, білмейтіндер бар. Адамдар көптің кім екенін білмейді, сондықтан өзімді кім екенін айта кетейін. Мен Қазалыда тұрамын, балаларым Астанада тұрады.
Оқаның әкесі, атасы Қалияш болса, менің әкем Ақтыр. Інісі Сыдық, 3 ағайында шал бірге туған. Аталары Темирбаев деген кісіден. Осы жерге кездесіп жатырмыз. Барымызға береке, амандық саулық берсін. Айтады ғой қазақ жаңағы, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деп. Сондай амандық саулық болсын. Тілейтін тілегіміз қабыл болсын. Айтатын сөздер көп, мына жерде сөйлейтін де адамдар бар. Той құтты болсын, бәрімізге жұғысты болсын. Қалғандарыңыз шынымен қосыласыздар ма? Шын ба? Ауылдағы жеңгелермен қатты қорқамын мен. Дауылдатып келген кезде Қызылқұм жақтың бораны шығып кетпесін бері қарай. Рахмет сіздерге. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Апамыз. Мына той дегенде бәріміз есімізде шығып кетеді. Аталай сөз жинақтап келеміз, бірақ ондайды енді есімізде түседі. Оқа айналайын, өзімнің астында мәшинам бар. Біз енді аттағы неміз жетпей қалды, мынау таяқ мінесін көптей көрген. Қазіргі тайлар каким-то образом қалтаға сыйып кете береді. Негізі рас, әр қаланың өзінің сыйлығы болады. Мысалы үшін мен ауылға барсам, мен тай десем, мен міндетті түрде ауылдан машина іздеймін, ана тайды бері қарай алып келу керек қазалына. Астанаға келген кезде сол бәрін конвертке жинап алып келсеңіздер өте жақсы болады. Біздің жақта көшеде таймен жүруге болмайды. Бірақ тай мінгендей қылып жүреміздер тек. Рахмет, той жұғысты болсын. Әр қонақ келгенде өз несібесімен келеді деп жатамыз. Алып келген несібелеріңіз жұғысты болсын осы үйге. Ал бұл той сіздердің шаңырақтарыңызға жұғысты болсын. Ал билеп тұрып ортаны толтырып, үйге қарай аяңдайық. Аз жақындағанда естелікке суретке түсіп алайық деп жатыр. Келіңіздер, үлкендермен бір суретке түсіп алайық. Жақсылап тұрып. Кезінде қояйық, суретке түсіп алайық. Рахмет сіздерге, билет барып жайғасайық дастархан төріне. Рахмет, дастархан төріне жақсылап жайғасайық. Ал құрметті тойға жиналған ардақты ағайын, біз кешімізді әрі қарай әсемемен жалғастырамыз. Алдағы астан алып отырыңыздар. Аслан, ұлдарыңыз қазір өздеріңізге келесі кереметті әсем әнді тарту етеді. Ән тыңдайық. Бәргілді, той болсын. Сен арқалап бойғанын қаратаман, сен бар болсаң қасында болды маған, кең әлемді өзіңе қаратаман. Тосауыңды кесіп күн нұрына, шолдырдым айдынның тұнығына, табиғатыңе қызық болыша, танымайды бір сенің қылығына. Құлыншағым, қуатым, қуанышым, көңілімнің көктемі жұбанышым. Ұмытамын бәрінде сені көрсем, тәттілі бол, осынша туармысың. Тосауыңды кесіліп күн нұрына, шомылдырдым айда
кесірі күн нұрына шомылдырдым айдынын тұнығында табиғаттың ең қызық қуанышы танымайды бір сенің қылығыңа күн нұрына шомылдырдым айдынын тұнығына табиғаттың ең қызық қуанышы татымайды бір сенің қылығыңа тұсауды кесіріп күн нұрына шомылдырдым айдынын тұнығына табиғаттың ең қызық қуанышы татымайды бір сенің қылығыңа Ай, Рәмиля, той тойласын. Сондықтан да қазақта бес бармақ деген өзі еттің тағамның аты жоқ сияқты. Бізде ет деген сөз бар. Ендеше бас қонаққа бас табақ, сый қонаққа сый табақ. Қазақтың үлкен асы етті орта қалдырайық. Қабыл алыңыздар, үлкен ас сіздер үшін. Құрметті қонақтар, алдарыңызға үлкен ас етте келіп жетті. Алдағастан алып отырыңыздар. Үлкен астың үстінде қазақтың ең көне аспабына кезек берейік. Қазақта домбыра және қобыз деген екі аспап бар. Біреусі шертіліп ойналса, біреусі ысылып ойланады. Ал енді сол қобыз әлемдегі жалғыз ғана аспап, тырнақтың көбесімен ғана ойналатын аспап. Әлемде мың түрлі аспап бар. Кейбір ғалымдардың зерттеуі бойынша кезіндегі Страдивари болған атасы скрипканың өзі сол қобыздан бастау болған деген сөз бар. Ендеше Қорқыттың отанынан келген, Оғыздардың астанасы болған Жанкент отанынан келген ардақты ағайын. Дәл қазір сол әлемдегі көбемен ойналатын жалғыз ғана аспапқа кезек береміз. Кәусар қыздарыңыз сіздердің алдарыңызда. Қабыл болыңыздар. Байқап қараңыздар, қобыз көбемен ғана ойналады тырнақтың.
ортада тұра тұр. Қараңыздар, негізі біреудің аспабын біреу ұстамайды. Бұл музыканттар жақсы біледі. Қараңыздар, ешқандай нота жоқ, ешқандай белгі жоқ. Сызықтың бойынан әуенді табу, бұл музыканттардың, әлемдегі ғалымдардың зерттеуі бойынша 1000 адамның біріне ғана берілетін қасиет абсолютті слух деп аталады бұл. Бұл осы қыздың бойында бар екен ендеше. Шапалақ ұрып құрмет көрсетіңіздер. Қобыз аспабында кез келген адам ойнай алмайды. Жаңағы сіздердің тыңдаған шығармаларыңыз Менмін деген Құрманғазы оркестрінде тұратын апайларымыздың шығармасы. Тек жалғыз ойнаған кезде үні сіздерге басқаша естілген шығар. Бірақ осындай жаста үлкен шығарманы бағындыра білген қарындасымызға мына шапалақтарыңыз аздық енді. Ал құрметті тойға жиналған көпшілік, ардақты ағайын, біз қуанышымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақ тойға неге балаларын алып келеді деп бір кісі ашулануы мүмкін. Бірақ мен балаларын алып келгенге қуанам. Өйткені сіздер күнде бас қосып жатқан жоқсыздар. Тіпті араларыңызда бір-бірлеріңізді 10 жылдап, 15 жылдап көрмеген ағайын отырсыздар. Міне жерде мысал үшін менің туған жеңгем отыр. Мен оны көрмегеніме 10 жыл болды қазір. Мен барсам бұл кісі қыдырып кетеді. Немесе мен Астанада тұрам, бұл Каукүйде тұрады. Сол сияқты бір-бірлеріңізді алыстан көрдіңіздер. Баланы ертіп келген дұрыс, өйткені нағашының кім екені, ағайын туыстың кім екені. Жалпы біз қай жерден бір-бірімізбен байланысып туыстықты жалғастырдық деп алып келгендеріңіз өте дұрыс. Баланы, жастарды тойға келіп үйретіңіздер. Сол кезде біздің түп тамырымыз ажырап кетпейді. Бірақ тойға келгеннің жүйені осы екен деп тардай қылып шашып жібермей жинап алып тұрыңыздар балаларыңызды. Кімнің балалары екенін білмеймін, мына жерде кішкене қастарыңызға алдыңыздар енді зәпшесілеріңізді. Ұят болмасын. Біз ақ тілекті қарай жалғастырамыз. Жағалбайлы жылқысын көптігінен бағалмайды деген сөз бар қазақта. Біз ендеше ортаға осы отанның үлкендерін шақырсақ, Алуадин ағамыз бастаған, Таңатар ағамыз, Дүния Зада апамыз келіп отыр сонау Жуалыдан. Надипа тәтеміз бар, Фатима тәте, Айбала анамыз бар, және Гүлжан апамыз бар. Біз сіздерді құрметпен қарсы аламыз. Қош келдіңіздер. Ақ-тілек етуіне. Қош келдіңіздер. Ақ тілектің кезегі әйел үйдің киесі болса, ер азамат үйдің иесі деген сөз бар қазақта. Біз ендеше аға, өзіңізден бастайық. Қош келдіңіз. Той қуанышы жұғысты болсын сіздерге. Мынау ата-анасын сағындырып, екі рулы елді қуандырып келген мына екі кішкентай балапандардың алғашқы басқан қадамы, ең алғашқы той құтты болсын, той қыласын. Сүрінбесін, қадамы берік болсын, құламасын, құласа да сүрінсе де тек қана қара жерде сүрінсін, мына өмірде сүрінбесін, жыламасын. Әрқашан армандары алдарынан ашық болып кездессін. Ал енді бұл төлдің басы болсын, жалғаса берсін. Берейік. Айзат әпкемден, аумай тұр менің бөлемнен. Қош келдіңіз. Құрметті қонақтар, тойға жиналған ардақты ағайын, балаларыңызды уайымдамаңыздар, 3 сағаттық садикке өткіздік балабақшаға. 5000 теңгеден төлейсіздер қазір. Дайындалыңыздар. Құдағиларыңыз менің бөлем.
біз бөлеміз. Біз бұл кісілердің осы жерде отырған тағы да бір біздің үйдегі келінге орамал салып, менің келіншегімді оң аяғымен аттатып үйге келін етіп түсірген Айзада деген осы жерде бөле апайым отыр. Ал енді осы қуанышты көп күттіңіздер. Жас болсақ та, бала болсақ та, біз ата-анамыздан естиміз әңгіменің барлығын. Сол кездегі үйдегілердің тілегі дәл осындай той болатын. Сол күнге Алла жеткізді. Қуанышыңыз зоғынан болсын. Ең бастысы, Алла сабырлы адамды ғана жақсы көреді деген сөз бар. Сабырлық танытқан жандарға Алла несібесін үйіп төгіп берсін. Сөз кезегі өзіңізде, қуанышыңыз құтты болсын. Рахмет. Мына бүгінгі той, кейінгі тойдың бастауы дегендей, мінекей көптен күткен, көп жылдар күткен үлкен той бүгін. Мына Қалияш ұлы Тілеген ағамыздың шаңырағында шілдехана той болды мінекей. Міне тұсаукесер тойға, тойға жалғаса берсін. Мына кішкентай ғана екі балапанымның тұсауы кесіліп, қадамы құтты болсын, бақытты болсын, дендері сау болсын, еліміздің елеулі, иманды, ибалы қыздары болып өсе берсін. Қуаныштан қатты толқығаннан мінекей аузымда сөзімді айта алмай тұрмын. Менің ақша кезатымның, жәкейімнің, оқа баламның қуаныштары құтты болсын, ұзағынан болсын. Құдағиымыз екеуміздің армандаған армандарымызға мінекей сабырдың түрі сары алтын деп шыдамдылықпен жетіп келе жатырмыз. Құдайдың бұнысына да шүкір дейміз. Аллаға шүкір, осы күнге жеткізген. Кішкентай балапандарым иманды да ибалы қазақтың қыздары болып өссін, бақытты болсын. Тойға келген қауым, сіздерге де осындай қуаныштарды тілеймін. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Тек қана осындай тойларда тойлап жүре беріңіздер. Аманшылық болсын. Әрқашанда қазағымыз, Қазақстанымыз аман болсын, нанымыз көп болсын, еліміз тыныш болсын. Құдай президенттерімізге тауфиқ берсін. Алланың құлағына шалынсын осы сөздеріміз. Шын жүректен тілеген тілектер қабыл болады дейді ғой. Қабыл болсын дейміз. Рахмет. Рахмет сізге. Ақ тілектеріңіз. Оны қоя тұрыңыз, оны береміз қазір. Қызығы қыз береді, еще конверт береді. Келесі ақ тілектің кезегін алдарыңызда асаба болып тұрған ұлдың дүниеге келген күннен бастап куәгер болып отырған осы жерде тағы да бір анам келіп отыр екен. Бұл кісінің ұлы менің құрдасым, бірақ менен бір жыл орыннан қалып қойып кеш оқыған. Амандық бар ма осы жерде? Бар сияқты еді ғой, орыннан қалып қойған. Бұл кісіні біз әзілдеп жаны бар дүния дейтін біз. Сөйтсе бұл кісінің әдемі аты бар екен. Дүния зада екен аты. Енді біліп тұрмын мен. Қош келдіңіз. Біздің үйдегілер аман ба? Отырма бәрі кемпір шал. Міне. Көз көргендер өзгермеңдер деген сөз осы шығар. Шынымды айтсам, мен ауылға барып, ортасында жүргендей болып тұрмын қазір. Қош келдіңіз. Менің балалық шағымның куәгері. Менің құмға аунап жүрген кезімдің, Сараманда айналып қашып жүрген кезімдің куәгері болған ардақты бұл кісілер бір заманда шілдеханаға барған қыздар еді ғой. Қош келдіңіз. Аман жүріңіз, ақ тілек өзіңізде. Рахмет балам, құрмет деп атқаныңа. Шәкизат қызым, оқа, бауырым бәріңде, тойларың құтты болсын, балдарың өмір жасы ұзақ болсын, тұсаукесері құтты болып, тағы да осындай тойға той жалғаса берсін. Өмір жасы ұзақ болып, парламентте отырған апалары құсап, өмірлері ұзақ болып, жұмыстары жұмысты болсын. Ал, сон қабыл болсын бәрі. Мен қысқада нұсқа сөйлетіп болды. Сіз
ақ тілекті өзіңізге береміз. Мен сізді сөйлетпей жібермеймін бұл жерден. Билетіп барып жіберетін болам. Ақ тілек өзіңізде. Келіп отырған қауым, екі бала бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, әрдайымда. Себеппенен адам баласы келіп кездесе береді дейді. Бұяққа келіп, жаңағы кездесеміз деген ойымда жоқ еді. Бірақ Алла тағала мына екі жастың мынадай қуанышына мына қызымның сәйкес келіндіріп келіп жатырмын. Мен өзім таныстыра кетейін, мына Қызылорда облысы Қазалы ауданында тұрамын. Мына жерге бір мына балдарға келіп едім. Себеппен сосын мына келініме хабарласқанымда қызымның сондай тойы болайын деп жатыр, соған қарасайшы деді. Соған қарап қалып отырмын. Сөйтіп билетімді 26 күнге алып отырмыз балам. Мен өзімді таныстырайын. Мен мына Шакизаттың әкесі Демекбай, Демекбайдың әкесі Мұрзағұл. Мұрзағұл мен менің Жұма деген шешем екеуі бірге туысқан. Бұлар менің жалғыз түп нағашым Жағалбайлы. Адам баласы өмір өзгереді, не қылады деген ғой. Бәрі үлкендер кеткесін, нелер кеткесін, бәрі бола береді екен, айналайын. Мен мына қуаныштымын. Осындай інімнің шаңырағы, балдары мынадай болып дәрежеге жетті, осындай ұлан асыр той жасап атырғанына. Әрқайсысы өзінің орнын тауып, өзінің орнын тауып жүр екен, айналайын. Соған қуаныштымын. Біз мына қыз деген тілекші болады. Әрдайымда осыларда аман бекен, қалай екен, менің бауырымның балдары қалай екен деп ойлап, әрдайым мына батамның арасында өссін, өркендесінші, інімнің шаңырағы тікейіп, өрлей берсінші, соның аты өшпесінші деп мен тілек тілеп жүретін едім, жаным. Қайтейін, бәрі болып атыр өмірде енді. Мынау кездеспегенімізге 30 жыл болыпты. Мына Нұрдәулет деген інімнің баласы кішкентай мынадай еді, кішкентай еді. 5-те ме, 6-та ма? Мені көргенде бір шақырым жерден Гүлжан апам келатыр, Гүлжан апам келатыр деп шырылдап жүгіріп алдынан шығатын еді. Сонда інілерім айтатын, халық айтатын еді. Әй, мұның Гүлжан апасынан бөтен апасы жоқ па? Тек бана осы деп. Жазудағы жұмыс. Шакизат, мына балаңның бауы берік болсын, айналайын. Тұсаукесері құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, айналайын. Қосағым мен қосағар. Осы екеуің тең өтіріп, мына қыздарыңның қызығын көре бер, әрдайымда. Халықтың қызы болсын, айналайын, енді. Мына менің тағы бір айтарым, мына Айбала келініме рахмет айтқым келіп отыр, айналайын. Осыларды осындай дәрежеге жеткізіп, осылай қылғаныңа рахмет мыңда бір, ризамын саған. Құдай осылардың тең отырып, қызығын сен көре бер, айналайын. Ей, Құдай, саған ризамын. Сөзімді де айталмай отырым балам. Көлім бұзылып отыр. 30 жылда кездесіп отырмын мына бауырларым менен. 30 жылда. Қыздар деген тысқары ғой. Кеткеннен кейін әрқайсысы әр жаққа кетіп қалады, жаным. Кешіріңдер, көп сөйлеп атасам. Бақытты бол, айналайын. Жоқ апа, бұл да бір бұйрыс, бұл да бір Алланың бұйыртқан күні. Құдайым-ау, Жағалбайлардың бәрі қайда қашып кеткен деп атсам, келді ғой мына жақтан. Тағы да бір шешелерім келді, сөз кезегін берейін. Ал, мына құрметті тойшы қауым, тойларың құтты болсын. Шәкеу, ұнталап мына тойларың құтты болсын, айналайын. Балдарыңның қадамы Құдай әр уақытта, әр қадамы бақыт болсын. Бақытты болыңдар. Жүгіріп келеміз деп бәрін ұтып қалып атым, тойларың той қылассын. Өмір қызығын көріңдер, жандарым, бақытты болыңдар. Айбала, сен де осылардың қызығын көріп, Құдағай қайда? Иә, Құдағайда аман осылардың қызығын көріп, орталарында отыра берсін. Кешік белгесін сасып қалып атырым, иә. Алдыңдар ма? Ал құрметті қонақтар, мына тойларыңыз бәрлеріңізге құтты болсын.
Шакизат оңдасын, айналайын бөпелерің бақытты болсын. Өздеріңде бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын. Алла денсаулық берсін. Мына бүгін енді мінеке Наурыздың мейрамына сәйкес келіп жатыр. Осы өмірлерің ылғи берекеменен, мерекеменен өтсін жаным. Не айтам енді, бақытты болыңдар. Осы сендерді жетектеп өсірген мына менің айбалама рахмет, мыңда бір. Құдағайға да рахмет. Айналайын. Бақытты болыңдар. Барлық өмірдің жақсылығы бақытта дейді ғой, сол бақыттан айырмасын. Рахмет сіздерге. Айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Алып келген сый-сияпаттарыңызды біз естелікке суретке түсейік. Келе қалыңыздар, қос құлыншақты алып келіп ортаға суретке естелікке түсейік. Мына кішкентай екі балапанымның машиналарының астына мінетін бірінші машинасы. Бәрекелді, ортаға суретке түсуге келе қалыңыздар. жолдасың, сен неге мұңаясың, неліктен балмұздақ жемейсің? Сырласып оңашада туған күн, тамашада болуға сен неге келмейсің? Мен тартамын сырнайымды, өткен жанда тыңдайды шіркін аттың. Туған күндер жиі болмайды. Мен тартамын сырнайымды, өткен жанда тыңдайды шіркін аттың. Туған күндер жиі болмайды. Есімдерді айтасыздар, және нені жақсы көресіздер, ма? Нені жақсы көресіздер? Или Нұр-Сұлтан қаласын жақсы көресіздер, ма? Бірінші сессия бастайғы дәлеге сен есімді? Айару сен есімді?
Ал құрметті қонақтар, алдағы астан алып отырыңыздар. Үлкен астың үстіндегі үлкен түлектерді біз әрі қарай әнмен, бимен жалғастырамыз. Кезек әсем әнде ортаға биге шығыңыздар, келіңіздер. Болсақты бұрын соңғамыз, болайық жақыннан таныс. Әуендер қалып бірге, ортаға билейік барыз. Қорғысы секілді бейнең, отырсың көңілді күйде. Қолымды ұсынып саған, келің шақырам биге. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәпнәзік менің. Қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Саңқиды сенен, өзіңді ұстадым әрең. Ішімнен тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке түсіп, бақытты сәтімді менің. Болсақты бұрын соңғамыз, болайық жақыннан таныс. Әуендер қалып бірге, ортада билейік барыз. Иығымда қолдарың сенің, қолымда нәп-нәзік белің. Қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Суретке түсіп, бақытты сәтімді менің. Рахмет. Қадірлі тойға жиналған ардақты ағайын, біз кезекті ақ-тілектермен жалғастырамыз. Өз жұртын, нағашы жұртын түгелдедік, яғни үш жұрты болады ғой. Соның үшінші жұртта ортаға келіп жетті, егерде жігіт жағынан санасақ. Қазір ортада төрге шығып, құда болған құрметті шаңырақтың үлкен құдалары бар. Біз сол кісілерді үлкен астың үстінде үлкен ақ-тілекке шақырып, ақ батасын тыңдап алсақ деген ниеттеміз. Сонымен ортаға құдағайларды шақырамыз, құрметпен қарсы алыңыздар. Бағдагүл құдағи бастаған Гүлзира Айнаш және оңдасын құдамыз бар, Базаргүл, оңдасын Дәмегүл, Ғалия құдаша және Күлән құдағи. Біз сіздерді құрметпен қарсы аламыз. Қош келдіңіздер, құдалар ортада. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолым тартса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым тартса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Жігітке күлімдеп, жігіт қызды сөйлесіп, көңілімді байқайын, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып билесін, шаршама тек
Құрметті құдалар, бар ма ортамызда? Тағы да бір қайталап айтып өтейін, құрметті құдаларымызды ортаға шақырамыз. Бағдагүл құдағи бастаған Гүлзер Айнаш құдағилар, оңдасын құда Базаргүл, оңдасын Дәмегүл, Ғалия құдаша және Күлән құдағи. Қалғандарыңыз сокращениеге түсіп кеткенсіздер ме не біледі? Особый бар екенсіздер ғой, әлде ағаларым жоқ болған соң шықпай жатсыздар ма? Не деген тәрбие? Абайлаңыздар, екі жақта екі қонақ үй бар бұл жерде. Түсінген шығарсыздар, Қош келдіңіздер, ағаларымыз келем дегенше көрдіңіздер ме? Не деген тәрбие, не деген береке. Бұрындары шыны керек үйге кірген кезде, әкеңе айтам деген кезде орнымыздан мелшиіп қатып қалатынбыз. Қолдарыңызды көтеріңіздер, солай еді ғой, Дұрыс па? Мен дұрыс айтып тұрмын ба? Әкеңе айтам деген кезде орнымызда қазық болып қағатын сөз жерде. Білмеймін, бір күні әкем 70-ке толғанда әкемнен сұрадым. Папа, осы сізді мамам маған монстр қылып көрсетті ғой дедім. Сіз сондай қатты болдыңыз ба десем, қайдағы қатты болсам пенсиямды өзім барып алмайым ба деді ғой. Сөйтсем, менің әкем өзінің карточкасында ұстамайды екен ғой. Оны мамам алып алыпты. Бұның барлығы неде жатыр? Қаннан қанзада туады. Ер адамды хан қылып көтерсең, баласы ханзада болады. Ал егерде ер азаматты құл қылып жұмсайтын болсаң, құлдан хан туады дегенге сенбеймін мен. Қарадан шығып қан болмайды деген сөз бар қазақта. Бұл біздің аналарымыздың тектілігі. Үйдегі ер азаматтың басын төрге сүйреген тектілігі. Сіздер аман болыңыздар. Мынау соңында кеше келін болып түскен шүйке бастарға айтып отқаным ғой. Нанға өздерің барыңдар, сүтке өздеріңіз барыңыздар. Тамаққа әкеміз келмей қол салмайтынбыз. Осы дәстүр жойылып бара жатқан сияқты. Тамақ ішіп, бата әкеміз қайырмай орнымыздан тұрмайтын едік. Біз сол дәстүрді көрген баламыз ғой. Біз жасата алып жүрміз бе соны қазір? Бір сәт ойланып көрейік. Сондықтан да антракты деген кезде орындарыңыздан тұрсаңыздар, ер азаматтар тұрып кеткен кезде әйелдердің бәрі қайда барарын білмей қалды мына жерде жаңа. Қайда кетерін білмей қалды. Қош келдіңіздер. Кімнен бастаймыз? Ақ жаулықтана өзіңізден бастайық. Жаулығыңыз кірлемесін. Аман жүріңіз. Аман болыңыз. Ақ тілек өзіңізде. Мына екі бала бақытты болсын, аңсаған арманына жетсін, нандарың көп болсын, уайымдарың жоқ болсын. Осы балдар бақытты болса, сендер де бақытты боласың, айналайын. Қасыңға сен айналайын. Ал құрметті де қымбатты менің Шәки құдашам, Оқа. Бүгінгі мына үлкен қуаныштарың ұзағынан болсын, құтты болсын. Жағы сендер емес, бүкіл ағайын тума, құда жекжат, көрші көлем, желесте дегендей бәріміз сырттай тілекші болдық. Бәріміз де осы қуанышты хабарды естігенде қобалжымай тұрмадық. Алла тағала мінекей осындай наурыз, өзіміздің қазағымыздың мерекесі күнімен екі балапанымыздың тұсаукесері тұспа-тұс келіп жатыр екен. Алла тағала осы екі жасымыз сапарлары сәтті болсын, жолдары ақ болсын. Осы наурызымыз қандай берекелі болса, екі баламыз да сондай берекелі болсын, несібелі қыз болсын. Ешқандай қиындық көрмесін. Ауыз толтырып айтатын екі балапанымыз, құлыншақтарымыз үлкен өздерінің көздерінің ағымен қарасы болып, көз алдарында әдемі болып, денсау болып өсе берсін. Ал тойға жиналған ағайын туыс, бұл жерде басқа ешкім жоқ деп ойлаймыз. Бүгінгі мына бәріміздің мерекеміз құтты болсын. Осы мерекеде Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінен жинап, бәрімізді осындай дастарханға сыйыстырып, бас қостырып, осындай атмосферада, осындай көңіл күйде жүздестіріп атқан мына Шәки мен Оқаға мыңда бір рахмет дейміз. Дариға құда, орныңыздан бір құдағай тұрып қойсаңызшы. Ай бала құдағай. Алла тағала мына қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, бәрі сіздеріңіз арқаларыңыз құтты болсын. Тек қана бәріміз осы басымызды тойда қауыштыруға жазсын. Ал не дейміз да бүгінгі құдағайына бүгінгі қуанышты күніміз құтты болсын. Екіншіден құдаша жақсылық, екі балапандарың аман болсын. Әрдайым жақсылық болсын, соның қызығын көр, қуанышына тоймай,
қуана бер, әрдайым жақсылық болсын. Оқағыда Шәкизат, тойларың құтты болсын, бастарың аман, дендерің сау болсын, осындай қуаныштар көп бола берсін үйлеріңізде. Мынау ағайын, бүгінгі Наурыз мерекеміз, мейрамымыз құтты болсын бәріңізге. Алла осындай тойды болдыра берсін. Құрметті тойшы қауым, бүгінгі мынау себеп Наурыз мерекесіне тұспа-тұс келіп жатқан біздің оңдасымен Шәкизаттың үлкен, көптен күткен, бәріміз осы тойға ортақ куә болып жатырмыз. Екі бүлдіршіннің бауы берік болсын, қадамдарына гүл бітсін, әрбір басқан қадамдарына нұр толып, әрқашан өстіп осы әулеттің, шаңырақтың гүл жайнаған жүздерінен күлкі кетпейтін сондай белді, беделді, сыйлы азаматшалары болсын. Апа, деніңіз сау болсын, осындай күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір. Өстіп осы балаларыңыздың ортасында күлімдеп, жайнап жүре беріңіз. Құдағай, сізге де сол қуаныштарды тілеймін. Наурыз мерекесіне тұспа-тұс келіп жатыр. Яғни айтатын болсақ, жыл басы Наурыз айы құтты болсын. Әрқашан дастархан нанға толсын. Үй іші шат күлкілі, несібелі, бақытты жандары сау, бақытты дендері сау, жанға толсын дей келе, осы екі бүлдіршінің артынан егіздетіп ұл балалары келсін. Соған тілекші болайық. Сол тойда кездесейік бәріміз. Бәріңізді осы ұлыстың ұлы мерекесімен және осы Оқа мен Шәкизаттың ұлы тойымен құттықтаймын. Бәріңіздің отбасыларыңызда осындай той болсын. Айтқаныңыз келсін, орнымыздан қайтпаймыз, тұрамыз орнымызда. Құттықтап келгендеріңізді қазір береміз. Шынымен де қуанышты бөліссең көбейеді деген сөз бар. Қуаныш бөлісіп, ат шартатып, ат терлетіп алыстан келіп тұрсыздар. Жұғысты болсын сіздерге. Алланың берер жағы тыйылмасын, бергенін алатыны рас қой, бірақ берері көп болсын. Баршаларыңызға осындай қуаныш тойда, той жұғысты болсын дейміз. Тойда барлығымыз шулап кеттік, тамада жаман екен деп айтқан жоқсыздар ма? Мен өзім сағынып қалыппын, содан кейін әрқайсыңыздың шулағандарыңызды қалап тұрмын. Сондықтан да қаттырақ шулаңыздар, шапалағыңыздар, айқайлаңыздар, билеңіздер. Қазалы деген кезде жүрегімді жұлып кете жаздайды бір нәрсе. Газеттің бетінен оқып қалсам да. Тіпті хабар жүргізіп отырғанда Қызылорда облысында деп басталса, Құдай-ай, қазалы деп айтса екен ар жағын деп отырады. Сол білмеймін, қ деген әріпті сондықтан да қатты айтамын мен. Барлығында, барлықтарыңызға да қуанышты той жұғысты болсын дейміз. Естелікке суретке түсіңіздер, келіңіздер, бүгінгінен естелік болсын. Неғып мына бала тұсаукесер жасамай жатыр деп жатқан шығарсыздар. Екі періштеміз сәл мызығы бала шулап кетті мына жақта, тыныш жаққа кетіп қалып тұрасыз. Демалып келсін, содан кейін тұсаукесерге көшеміз. Ал әзірге естелікке суретке түсейік. Жаңа өз жерде ән айтамын деп жүргендер бар еді. Келіңіздер енді, біз әдейі әнші шақырған жоқпыз. Сендерге төлегенше өзіміз алайық сол ақшаны. Келіңіздер, ән айтамын десеңдер. Ал енді билеп барып қайтамыз, ортаны толтырып шаңдатып билейміз қазір. Ана кілемнің қағылмағанына 5 жыл болды. Қазір соның шаңын қағып берейік. Кеттік па жігіттер? Жақсылап тұрып билейік. Жақсылап ортаны толтырайық. Билейік барлығымыз. Сонымен кезек биде. Бәрекелді ортағыға. Kelbetine dansana, жұлдыз mısın ay mısın? Varsın olup tek sağın, kalkdanan ay mısın? Sağlam dermen, arılayım gül bakta, Suyum seni şarım ben, şarımdaysın bağırda. Asmanla karayım, жұлдызды sanayım,
ішінде сен жоқсың арайлым арманым талаймын бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын бәрекелді кинода емесің басы болып дәл саған қалықтаған аймысың аспанға қараймын жұлдызды санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманым талаймын бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын аспанға қараймын жұлдызды санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманым талаймын бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын аспанға қараймын жұлдызды санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманым талаймын бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын аспанға қараймын жұлдызды санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманым талаймын бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын ай бәрекелді кәнекей сен болмасаң мен осындай болар ем болмаса сайрап жүзің жайнап әдемі боп тұрар мен жаным сен болмасаң мен осындай болар ем көңілдерде жаным таза тұнып елден алғыс алар мен махаббатсыз өмірде ештеңе білмейді махаббат ғашықтар тұмары ғашықтық етуде махаббат етпейді махаббат биігі шыңдардың өтті ғой өмірде шын ғашықтар талай өмірдің қаншасын арқалай бақыттың шашқан алтын арай сезімнің патшасы махаббат жаным сен болмасаң мен осындай болар ем әнмен маржан шашып шағып тасып басыңа бақ қонар мен жаным сен болмасаң мен осындай болар ем бақыт құсын қошып биік ұшып қияларға салар мен махаббатсыз өмірде ештеңе өлмейді махаббат ғашықтар тұмары ғашықтық бетінде махаббат етпейді махаббат биігі шыңдардың өтті ғой өмірде шын ғашықтар талай өзімнің қаншасын арқалай бақыттар шашқан алтын арай сезімнің патшасы махаббат махаббатсыз өмірде ештеңе өлмейді махаббат ғашықтар тұмары ғашықтық бетінде махаббат емдейді махаббат биігі шыңдардың өтті ғой өмірде шын ғашықтар талай өзімнің қаншасын арқалай бақыттар шашқан алтын арай сезімнің патшасы махаббат ой бәрекелді шіркін қазалының қыздарының билері бірдей ғой барлығының
Бірден біліп қоясың ғой. Бірден түсініп қоясың. Баяғыда деп қоям ғой, 97-ші жыл осы мектеп тұрген кезде. Бәріміз бір биді билейміз, содан апамның айтатыны ғой, осы сендер жүн сабау биін билейсіңдер ме, қолдарың ербеңдейді де жүреді алдарыңда деп. Рахмет сіздерге, көңілдеріңізді көтеріп, ортаға шығып, биге бүгінгі тойға той шығысты болсын деп жатқандарыңыз үшін біз келесі ақ тілекті жақсы жиеннің қасиеті сыр бермейтін нағашыда деп нағашыларды ортаға шақырамыз. Оңдасымен Шәкизаттың нағашылары дайын болыңыздар, біз сіздерді құрметпен қарсы аламыз. Сонау Жол ауданынан келіп отырған Алмас Гүлдәрі бастаған Айзада, Гүлнәр Алмагүл, Марал апамыз, Әбсағат аға, Гүлмира Мұрат, Ләззат, Фатима, Қуаныш Тұрсынай, Жұбаныш Назым, біз сіздерді құрметпен қарсы аламыз. Аяқ дұрыс па? Той дегенде қу басты оңалайды дейді ғой. Менің Айзада Бөлевкем кеше ғана екі аяқ бір таяқпен жүрген сияқты таяғын тастап кетті бүгін. Қош келдіңіздер, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ақшаулықта ана көрсем қуанам, самайдағы ақшашын орамалмен жасырған және ізінде келе жатқан ұрпаққа орамалдың қасиетін түсіндірген. Біле білсеңіздер, әйел затына жаратқан Алланың басына кигізген тәжі бар. Білесіздер ме? Ол бастарыңыздағы орамалдарыңыз. Ер адамға ондай құдірет дүние берілмесе де, әйелге алтын құрсақ көтеру бақыты бұйырған. Әйелге Алланың сыйы бастарыңызға ақ жаулық тәждеріңіз бұйырған. Сол ақ жаулықтарыңыз кірлемесін. Аман жүріңіздер. Үлкен апаларымыздан бастаймыз ба, өзімізден бастаймыз ба? Үлкен анамыздан бастайық деп тұр, сізге қарай. Қош келдіңіз. Маңдайдағы әжім талай сайрап жатқан жолдар, талай сәттер, талай бозбала балалық шақ, үйден ұзатылып шыққан кез, міне бұның барлығы дәл қазір бетіңізге сурет салып бергендей. Сол әр әжімнің қатпарында осы балалардың тәрбиесі, осы ұрпақтың бейнеті жатыр. Енді зейнетін көріңіз. Аман болыңыз, бақытты өзіңіздер. Сіз бергендеріңізге рахмет. Мына тойға жиналған тойшы қауым, тойларыңнан қазақтың наурыз тойы ғой, тойларың той қыласын, денсаулықтарың мол болып, ойымдарың жоқ болсын. Айналайын оқыған Шәкизат, мына екі балапаныңның бүгін тойын тойлап жатсын, Алла тағала ұзағынан болсын, екітінен абат болсын, екі тойын қабат болсын дейді ғой. Ешқандай екеуін қосағымен қосағарып отырып, осы екі бапеңнің қызығын көріңдер, айналайын ізінен жалғастар ере берсін, біз соның куәсі болайық. Немере шөбере сүйіңдер, Алла ұзағынан сүйіндірсін, ешқандай талмай, ешқандай қанаттарын танмай, айналайын ұзағынан жүріп, біздің алдымызда ойнап күліп жүре беріңдер, біз соның куәсі болайық. Тілекшімін, мына бағадан бері, неше айдан бері айтылып жатқан сөздің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Алла ұзағынан берсін. Қосағымен қосағар айналайын. Айдеке, сіз ше? Ассалаумағалейкум. Мынау тойға жиналған көпшілік қауым. Мынау бүгін ақ түйенің қарны жарылып жатыр. Той болып жатыр. Мынау оңдасын күйі баламыздың нағашылары маған тос беріп жатыр. Рахмет. Мен Шәкизаттың нағашыларымын, нағашысымын. Мейлі, мынау енді мынау бүгін әз мейрам, әз наурыз жаңа жылымыз құт береке әкелсін барша қазақ еліне. Біріншіден. Екіншіден мынау кей Шәкизат қарындасымыздың мінекей оңдасын екеуінде бүлдіршіндері құтты болсын. Тұсау кесер тойы құтты болсын. Үлкен азаматша болып ізінен ілесе берсін. Ол болсын, қыз болсын, арты көп болсын. Тойға ласын, амандық болсын.
Ау, Оқа Шәкизат, бүгінгі мына ақ түйенің қарны жарылған бүгін қуаныштарың құтты болсын. Барлығыңызға да бүгінгі қазақтың мерекесі, Наурыз мерекесі құтты болсын. Мына айнам көз бен айқара көздің тұсау кесуі, сол қыздарымыздың әрқашан қуанышында, тойында соған куә болып жүрейік. Құрметті тойшы қауым, бүгінгі себеп мына періштелердің тұсаукесері деп жатырмыз ғой. Мына айқара көз бен айнам көз тұсаукесер той құтты болсын, дені сау болсын, бақытты болсын. Мына папасы мен мамасының қызығын қуанышы, осы екі қыздың қуанышымен көре берсін мамасы мен папасы. Мына екі жақтағы әжелеріне де құтты болсын. Сіздер де осы немерелеріңіздің қызығын, қуанышын көре беріңіздер. Мына бүгінгі Наурыз тойы болып жатыр ғой. Наурыз мерекесі барша қауымға құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұлассын. Қазір берем. Болдыңыздар ма? Былай қарай жалғастырайық. Осы жерден өзімнің оң жағыма келіп тұрған кісілерге сөз кезегін берейін. Сонау Алматы қаласынан келіп бүгінгі қуанышты тойға қос құлыншақтың қуанышына ақ тілегін арнап жаңа айтып өттім ғой. Кеше Алматыға барғанда екі аяқ бір таяқпен жүреді, бүгін Алматыға таяғын тастап кетіп келіп тұрған құдағиларыңыздың осы жерде бауыры тұр, Айзада апайымыз тұр. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, бөлетайым, айналайын. Ал, мынау бүгінгі ұлыстың ұлы күні, мынадай жарқыраған ұлы тойда жүздеріңіз жарқырап, қуанышпен осы екі баланың қуанышын бөлісіп келіп отырған көпшілік қауым, тойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға Наурыз мерекесі, берекесін алып келсін. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызда тек қана осындай той болсын. Ал енді айналайын көпшілік, мынау менің айдай жарқыраған айбала апамның 5 саусақтай 5 жұлдызының ең үлкені, мынау бүгінгі алдымыздағы Шәкизат, біріңіздің достарыңыз, біріңіздің келіндеріңіз, бірлеріңіздің құрбыларыңыз, мінекей менің айдай апам айбаланың алғашқы тұла бойы тұңғышы еді. Сондықтан да айналайын Шәкизат, алтыным, мынау оңдасын екеуің қол ұстасып өмірге аттаған қадамдарыңа барлығымыз тілегімізді тілеп, ақ жол тілегенбіз. Мінекей Алланың сынағына шыдап, осынша жыл бірге өмір сүріп, қазір ондай жастар екінің бірінің қолынан келе бермейді, ағайын, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан аңқылдаған айналайын оңдасын, айналайын сені күйеу балам деп емес, балам деймін. Міне айдай сұлу Шәкизатыңның екеуінің армандарың орындалған, бүгін ақ түйенің қарны жарылып деп жаңа бауырым Алмас айтып жатыр ғой. Бүгін біз үшін де, сіздер үшін де барлықтарымызға ақ түйенің қарны жарылып, мінекей ұлы той жасап беріп атқандарыңызға мыңда бір шүкір, рахмет. Алланың мұнысына мыңда бір шүкіршілік дейміз, тәуба дейміз. Ал енді осы Алланың берген мынау балапандары, қарлығаштарың өмірге аттаған мынау қадамдары қазір тұсаукесер рәсімін жасай жатады. Асаба жолдас, сол тұсауын кесіліп, мынадай ұлы тойда ақ дастарханменен, ақ тілектермен жасалған қадамы құтты болсын. Айналайын сендердің қуаныштарың ұзағынан болсын дегім келеді. Тек қана осылардың ізінен өбірлеген, шүбірлеген балапандар ере берсін. Біз сендердің осындай жарқыраған жүздеріңмен тойларыңа келе берейік дегім келеді. Енді қалғанын осы мынау Алмас нағашысының әйелі және алтындай сіңілім Алмагүлге және Гүлдәрге берем. Мұғалім ғой, пенсияға жақында шықты. Лекцияларын ұмытпағын ғой, 45 жылдық. Рахмет сізге. Келесі ақ тілекті сіздің айтқаныңызша емес, менің айтқанымша берем қазір. Бұл кісі келін болып түскен кезде біз ойнап жүрген бал едік. Талай, ауылда білесіздер ғой, үйден тамақ ішпейтін біз. Кімнің үйінде қазанда тамақ пісіп дайын тұр,
біз сол үйдің баласы болатынбыз. Біз солай өскенбіз. Кімнің қазанында ас піседі, біз сол үйдің баласымыз. Қазір шынымды айтсам, көп қабатты үйде көршімді де танымаймын. Тамақ тұрмақ. Міне сол кезде маңдайымыздан қақпаған Кәукейдегі үлкен қара шаңырақтың киесі болып отырған осы жерде менің жеңешем келіп тұр. Қараңыздаршы. Қыздай әлі, қыздай. Бірақ қыздай, мұздай емес. Су сұрасаң, сүт береді, айран береді. Ауылға барсаң, қазанның королі, бүксізсіз асанның қазанында тамақ қайнамайды қазір. Менің шешемнен кейін қалған генералдар ғой. Сөз кезек өзіңізде, Ақтілек, сізден тыңдаймыз. Рахмет. Құрметті мына тойға жиналған қауым, құрметті Айбала әпке, құрметті құдағи, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мына оңдасы мен Шәкидің екі балапаны аман болсын, дендері сау болсын. Мына барлығымыздың отымыздың басында тек қана қуанышты той болсын. Біз соның куәсі болып жүре берейік. Екі балапан үлкен азаматша болып өсіп, біз соның тойына әрқашанда келіп, тек қана басымыз тойда қауышсын. Өмірлері ұзақ болсын. Мына осы бүгінгі 22 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, отбастарыңызға береке бірлік әкелсін. Тойларыңыз тойға ұлассын. Соншама мақтағанда айтқан сөзіңіз осы ма? Жыртылып айырылып мына жерде. Эфирде айтпаған сөздерімді айтып, сценарийге қарамай сөйлеп тұрсам, ой Құдай. Келесі Ақтілекті өзіңізге береміз. Қош келдіңіз, Ақтілек сізде. Ал құрметті қауым, бір кішкентай тыныштық сақтап тыңдайық, иә. Енді мен тереңнен қозғағым келіп тұр. Тарихшы емеспін, бірақ мен де мұғаліммін. Мен осы бір анадан туған жетеуіміз ғой. Соның кенже ең кішкентай қызымын. Осы кісілердің ізін басып келатқан, өкшесін басып келатқан Айбаланың ең кішкентай сіңілісімін. Мен бұл кісілер, мен енді Демекбай жездемді айтпай кетпеу мүмкін емес. Ол кісілер мен бірінші класты бітірген жылы күйеуге шықты, ұзатып, әдемі қылып біздің Айбала тәтемізді, Демекбай жездемізді алып кетті. Демекбай жездеміздің өкшесін басып жүру, қазіргі жігіттер түгел сол кездегі жігіттердің де қолынан, анау-мынаусының қолынан келмейтін. Енді Алланың жазуы ғой. Сол кезде біз кішкентаймыз дүниеге, одан кейін Айзада әпкем шықты, Гүлнар әпкем шықты, Алмас ағам үйленді. Біз баламыз ғой, балаларын салыстырамыз үйде. Менен кейін тағы екінің бар, кімнің бөпесі әдемі, Алмагүл сен қараш деп сұрайды менің кішкентай інім. Сосын мен айтам, Демекбайда әдемі, Айбалада әдемі, солардың бөпесі әдемі дейтінмін. Менің енді бүгін сол әдемі жиенім Шәкизаттың тойында тұрым. Шынында да менің Айбала тәтем сол Демекбайдан туған 5 баланы жеткізді. Құдайға шүкір, әуелі Алла шығар денсаулықтың арқасында, одан кейін ағайындары бар, сіңілісі бар, сіңілдері бар, інілері бар. Осындай үлкен тойларда тек қана қуанышқа кездесейік. Бүгінгі Шәкизаттың Оқаның тойы құтты болсын. Мына тұсаукесер тойларың шәкелөгім, менің шәкелөк дейтінім Шәкизатты. Мына Оқа деген жігіт те маған бөлек емес, Төртқараның келінімін мен. Сондықтан осы тойдан дым қалғым келмей келіп тұрмын. Үйде үлкен 90-ға келген енем бар, сонында қарайтын адам қойып қасына арнайы келіп тұрмын. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, дендері сау болсын, екі періштенің. Құдай Алла ұзағынан берсін. Көбейіңіздер, көбейіңіздер. Мен соны айтқым келеді.